Армысыздар, құрметті ұстаздар және оқушылар. Елбасымыздың тапсырмасымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 26 жылдығы қарсаңында 2011 жылы 6 шілдеде еліміздің нағыз патриоттарын, еңбек құмар, білімге құштар, салт дәстүріміз бен адамзаттық құндылықтарымызды қастерлейтін жас жеткіншектерді, отан сүйгіш ұландарды тәрбиелеу мақсатында республикалық бірыңғай жас ұлан және жас қыран балалар мен жас өспірімдер ұйымы құрылған болатын. Тәуелсіздік берекенің бір басы, дәулетіңнен сәулетіңнің тынбасы. Қазақстан сен бір елсің жаһанға, тең танылған таудай асқақ тұлғасы. Міне, бүгінде еліміздің тәуелсіздік мерекесіне орай мектеп үздіктері мен белсенділерін жас қыран ұйымының құрамына қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Түсініп терең өмірдің мәнін, жалынды жастар сендерсің сәнім, беретін бойға күш қуат жігер, шырқалсын шаттық әнұран әнім. Тәуелсіздік күніне арнайы ұйымдастырылған оқушыларды жас құрам ұйымының қатарына қабылдау рәсіміне көше отыра, алдымен ұйымның мақсат міндеттерімен, ережелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жас құрам ұйымының негізгі мақсаты оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, ал міндеттері әлеуметтік тәжірибені байыту және дамыту, мектептегі тәрбиелік әлеуетін жүзеге асыру болып табылады. Қоғамдық өмірде, тұрмыста, қазақ ұлттық болмыста, халықтық келбетпен қалыпты сақтай отырып, ата-анасын шынайы сыйлап, оларды өнегелі қасиеттен бойға сіңіріп, қасиеттерін орындауды перзенттік парыз деп түсінеді, туған елін шексіз сүйеді. Жас қыран ұйымының мүшесі отанына адал. Жас қыран ұйымының мүшесі батырларымыздың атын құрметтеп, оның мәңгі қорғаушысы болуға дайындалады. Жас қыран ұйымының мүшесі оқуда, еңбекте және спортта өжетте қайсар. Қазақ тілін еркін меңгеріп, елдің тарихын, мәдениетін, әдебиетін, өнерін, салт дәстүрін жақсы білу, дамыта түсу, сақтау үшін ынталы еңбектенетін болады. Жас қыран жігерлі де жайдарлы ұйым, төл мерекең жыл сайын тойланды ұйым. Жаңғырып жанданатын жылдан жылға, жас қыран жалынды ұйым, айбарлы ұйым. Жас қыран ұйымына қабылданатын оқушыларға төс белгілерін табыстау үшін мектеп директоры Ханзина Аягөз Орынбайқызын шақырамыз.
кабылданушы оқушыларға береміз. Сөз Жаслан ұйымының президенті 10-шы сынып оқушысы Жүсіп Ақжолға беріледі. Құрметті оқушылар, сіздерді бүгінгі Жас Қыран бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына қосылуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Енді кезекті ант қабылдау рәсіміне өтсек. Мен Республикалық бірыңғай Жас Қыран балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, өз отаным Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты аялауға, Жас Қыран ережесін бұлжытпай сақтауға, және оны өз достарымнан талап етуге, салтанатты түрде ант етемін. Ендеше құттықтау сөз мектеп директоры Ханзина Аягөз Орынбайқызына беріледі. Қадірлі оқушылар, құрметті ұстаздар, бүгін ерекше күн болатыны, бұл біздің тәуелсіздік күні мерекесі. Баршаңызды тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өткен тәуелсіздік күні ол жай ғана мереке емес, ол үлкен еңбекпен, ерлікпен, қанмен, термен, ата-бабамыздан бері қарай келе жатқан елімізді тәуелсіздігінің күні. Ол үлкен ерекше күн. Оны сіздер алда әлі де талай ұғынып сезінетін боласыздар. Мінекей осы тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында сіздерге ерекше жауапкершілікті күн болып отыр. Ол сіздердің бүгінгі Жас Қыран бірыңғай балалар және жасөспірімдер ұйымының қатарына анттарыңызды бере отырып қабылдануларыңыз. Осы ерекше күн, ерекше мерекемен сіздерді құттықтаймын. Сіздердің дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, болашақтарыңа жарқын болашақ тілеймін. Анттарыңызға адал болыңыздар, өйткені сіздер елдің тірегін ұстаушы, елдің болашағын, елдің дамуына қол жеткізу біздер мен сіздердің міндеттеріміз, біздер мен сіздердің парыздарымыз. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бұл ата-бабамыздың бізге берген мұрасы мәңгілік мұра. Біз мәңгілік елдің ұландарымыз. Сондықтан сіздерге осы елдің, жердің дамуына, елдің, жердің тұғыры беріп болуына сіздерге үміт артамыз. Әр уақытта да аманшылықпен жақсы күндеріміз көп болсын. Анттарыңызға адал болыңыздар. Өйткені сіздер Қазақстанның несіміз? Патриоттарымыз, азаматтарымыз барлығымызда. Мереке құтты болсын. Ең бірінші сіздердің міндеттеріңіз саналы тәрбие, тәртіпті, білімді ұрпақ болып шығу. Құрметті оқушылар, сіздерді Жас Қыран ұйымына қабылдануларыңызбен құттықтаймыз. Егеменді еліміздің еңселі азаматтары болуларыңызға тілектеспіз. Алдарыңызда Жаслан және Жас Қыран ұйымының әні орындалсын. Oh
Қазақстанды сүйеді, жас қыран мектепте үздік оқиды. Жас қыран үлкендерді құрметтейді, жас қыран тек шындықты айтады. Жас қыран спорт пен еңбекті ұнатады. Жас қыран болашақ жас отан. Республикалық бірыңғай жасылан жас қыран балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына салтанатты қабылдау рәсімі өз мәресіне жетті. Салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі жас қыран ұйымына кіре алмай қалған, үлгере алмай қалған оқушыларымызды да біз Қазақстанның патриотысыздар. Сіздер де елдің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан алдағы уақытта жас қыран, жасылан ұйымдарына қосылуға шақырамыз сіздерді. Сенің ауаның, белесің алға, бойыңда қайрат, жел жолында, намысты қолдан бермейтін өзің, қазақтың